Төлеуұлы, сізді еркін жасы 50 жастың төріне шығуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз сыр өңірінің мәдениеті мен өнерінің дамуына, рухани өсіп-өркендеуіне зор үлес қосып, халқымыздың қуанышында, қайғысында, саяси әлеуметтік тұрмысында, мәдени дәрежесінде көркем шығармаларыңыз бен еңбектеріңіз арқылы өрнектеп келесіз. Сіздің мәдениет саласында қажырлы еңбегіңіз, ұлттық өнерге деген шынайы жанашырлығыңыз кейінгі жас буынға үлгі болары сөзсіз. Сондай-ақ саналы ғұмырыңызды шығармашылық салаға арнаған сіздің еңбегіңіз еленіп, бірнеше мәрте алғыс хаттармен марапатталдыңыз. Бүгінде сол төккен тер, еткен еңбегіңіздің арқасында өнер сүйер қауымның қошеметіне бөленіп отырсыз. Ендігі шақта көрер қызыңыз көбейіп, әрқашан Алла сыйлаған қажыр қайратыңыз бен жалынды жігеріңіздің арқасында жолдасыңыз бен жора жолдастарыңыз бен ұлы қыздарыңыздың қызығына бөленіп жүре беріңіз. Сізге әрқашан бақытты да берекелі ғұмыр, сарқылмас дәулет, шығармашылық табыс, еліңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Аса құрметпен облыстық халық шығармашылығын дамыту және мәдени продюсерлік орталығының ұжымы. Құрметті Талап Тілеуұлы, жалған жұртшылығы атынан сізді 50 жылдық мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Сұлу сырдың бойы мен қазыналы Қарқаралы алқабын алып жатқан жер ұйығы Жаңақорған кентіндегі үлкен әулеттің отбасында өмірге келіп өткерген өмір жолыңыз бен атқарып отырған қызметіңіз бүгінгі күні өзіңіздің кейінгі жас ұрпаққа үлгі өнеге. Өзіңіздің еңбек жолыңызда ауданымыздың әлеуметін, мәдениетін, көптеген жастардың өнерін көтеруде қаншама жемісті жұмыстар атқардыңыз. Ауданымызда ең алғашқылардың бірі болып, жастардың бос уақытын тиімді өткізу мақсатында түрлі мәдени шаралардың бастамашысы әрі жанашыры ретінде құнды қасиетіңіз бен қоғам игілігіне бағыттаған еңбегіңізді құрметпен бағалаймын. Сізге отбасыңызға амандық тілейді. Аудан әкімі Ғалым Махмұтбайұлы Әміреев. Тойыңыз тойға ұлассын талабағай, айналаң айдай жарық асыл арай. Халқының пайдасына жаратсын деп Құдайым білім берген басыңа бай. Мінекей туды осындай ғанибет күн, айтпасын жүрегіңді сәби деп кім. Суына қайнап пістің буын әбден, мәйегін елге беріп мәдениеттің. Аумайды шалқып жатқан жаның гүлден, алашқа ашық тұрар дарын кеудең. Қолдарынан жетелеп көп үйреткен, сан жастарға ұстазсыз тәлім берген. Сіз қандай қиындықты жықпадыңыз, қанша жастың қадамын нықтадыңыз. Құтты болсын бүгінгі ердің жасы, елуге амандықпен шыққаныңыз. Ізгі ниетпен Манат Көкенов атындағы Жаңақорған аудандық мәдениет үйінің ұжымы. Сізге талмаңыз, қартаймаңыз, лайым осындай жастық мейіріміңізбен, жастарға жасаған шапағатыңызбен әлде де жүре беріңіз. Сізді алдағы уақытта өміріңіздің соңына дейін Құдай қаласа 100 жасаңыз, 100 жасаңыз сіздің аудан жастары сізден біраз, бағана апайым айтып кетті ғой, біраз ойлар бар, идея бар, сізде көп нәрсе күтеді. Енді арнайы тәкеңе құттықтауымыз бар. Бүкіл осы аудан жастарының атынан, біздің жастар ресурстық ұжымның атынан арнайы құттықтауды қабыл аламыз.